Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін черный принц тортын жасаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаның үстіне 2 стакан қант қосамыз. Содан кейін жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Содан кейін оның үстіне 2 стакан айран қосамыз. Содан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін сода қосып, кішкенеден ұн қосып отырып, қамырымызды дайындаймыз. Кейін оның үстіне какаоны қосамыз. Содан кейін біздің тестамызды дәл екіге бөлеміз. Кейін оны пісіріп аламыз. Яғни 180 градуста дәл жарты сағат пісіріп аламыз. Содан кейін біз кремін дайындаймыз. Сары майды 1-2 минут миксерлеп, оның үстіне сгущенка қосып, тағы да миксерлейміз. Бірнеше рет сгущенканы бөліп қосамыз. Міне осылай өзінің формасын ұстап тұру керек. 2 коржымызды бір-бірінің үстіне қойып, арасына крем жағып, осылай жинайтын боламыз. Оның үстін толықтай креммен жасаған соң, оны өздеріңіз қалғанша әрлейсіздер. Мен оны шоколадпен әрледім. Сіздер жаңғақпен, жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Осылай әсемдегеннен соң оны бірнеше сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сонда оның кремі өте жақсы сіңетін болады. Кейін алғаннан соң өте жұмсақ осындай болады. Кесілуі де өте жұмсақ. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай ингредиенттермен жасалады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.